Ох, бай бол. Сіздің көрермендеріңіз көбінесе Диас қатал, Диас сондай тұйық деп жатады. Өмірде сіз қандайсыз? Жүректе мүмкін сол тазалық болған шығар. Өнерге деген сіз айтып отқандай махаббат болған шығар. Бірақ мен өтірік айтып қазір, мен өнерге деген құлшынып тұрған адаммын, махаббатым деп айта алмаймын. Сонысымен қызық шығар. Хорошо. Голливуд па әлде қазақ киносы ма? Біреуі Казбат кинофильмінен таниды, біреуі Сакура Рауза фильмінен таниды. Рахмет, Рауза ханым. Ол ойыңызбен толықтай қосыламын. Бірақ шынымен мынау кінәлі, мынау негіз бұлай болмайды деп шынды уже айта беріп, ішімде уже сол нәрсені жеткізе беріп, ештеңе өзгермейтінін түсіндім да. Мен әншімін деп айтады да. Жоқ, қарсылық жоқ, актер бола бер, әнші бола бер. Бірақ өтініш, кіріп жатқан мамандыққа кішкене құрмет көрсетші. Өнер адамның сағын сындыратыны. Армысыздар ардақты ағайын, Аман Лайфқа қош келдіңіздер. Бүгін студиямызда ерекше қонақ, өзі бойдақ, өзі жігіттің сұлтаны, кәсіби кино және театр актері Диас Мырзахмет. Диас, қош келдіңіз. Сәлем берік, қош көрдік, құрметті Рауза ханым. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Өткен туған күніңіз құтты болсын дегім келеді. Өмір жасыңыз ұзақ, деніңіз сау болсын. Рахмет. Өте қуаныштымын сізді көргеніме. Рахмет, мен де қуаныштымын. Осы әлеуметтік желілерде сіздің комментарияларыңызды оқыдым. Диасқа не деп жазып жатыр екен деп. Сол жерде көп сіздің көрермендеріңіз көбінесе Диас қатал, Диас сондай тұйық деп жатады. Өмірде сіз қандайсыз? Келбет, әрине қатал болып көрінгенмен, немесе кинофильмдердегі или театрда бой көтерген рөлдерім сондай болып ойналып шыққаннан кейін көп адамдар жұмыста жүрген кезде, енді мен той жүргіземін, той ортасында жүрген кезде біраз адамдар айтып жатады, сол сен өмірде басқаша екенсің ғой деп. Сен сол кинода көргеннен кейін сен шын өмірде де сондай қатал, мерзкий адам, дерзкий адам деп ойлайтынбыз дейді да. Оказывается, өмірде өзіміз сияқты қарапайым, мінезі жұмсақ адам екенсің деп айтып жатады. Енді сырт көзбен. Ал өзіме жеке айтатын болсам, мен де енді ол адамдардың пікіріне толықтай келісем. Қатал дегенге емес, адамға адамша қарап, маған адам қандай көңіл бөліп сөйлеседі, мен дәл солай оған екі есе көңіл бөліп сөйлесем. Дұрыс жерде мінезім жұмсақ, ал мінез көрсету жерде мінез көрсетеміз. 2 жыл бұрын Жібек жолы көшесінде балам екеуміз Бағдаршамда тұрамыз. Бір кезде менің баламның аты да Диас. Диас маған айтады: мама, қолымнан тартып, мен артыма тығылып жатыр. Сосын мен айтамын: балам, не болды, неге тығылып жатсың, немен қолымнан тартып жатсың деймін да. Ол айтады: мама, қасыңда келлер тұр дейді ғой. Келлер тұр, қашайық, ол сені атады қазір дейді ғой. Сондай бір оқиғалар қазір мен ойлап отырсам, көрермендер сізді, жаңа айтып отырмын ғой, қатал деп атады мінезіңізді. Осы сіздің сомдаған рөлдеріңізден алып жатады деп ойлаймын. Өйткені менің өзім сол фильмнен кейін, Рауза фильмнен кейін біразға дейін, шынымды айтсам, сізден қорқатынмын. Өйткені кішкене қорқынышты болып солай көрінеді. Иә, дәл көп адамдар сөйтіп қабылдайды. Кейде өзіме де қызық болады сол сұрақ. Вроде ішімде ондай қаталдық немесе жаңағындай үйтіп жек көретін де бір мінез жоқ, бірақ неге жақсы жек көріп жынданып тұрады деп. Енді кейбір тойларда немесе кейбір басқа театралдық бағытта жұмыс істеп жүргенде, басқа қалаларға барған кезде көрермендер көріп қалған кезде енді әзіл ұстап айтама, или шын ұстап айтама, енді әзіл деп қабылдаймыз ғой. Келдер келе жатыр, қазір сен атып тастайсың ғой, снайпер деп, өзіңнен 30-40 жас үлкен, 50-60-тағы, 70-тегі ер азаматтар мен әйел азаматтар сөйтіп айтып жатады. Бірақ енді бұл да мүмкін Құдайдың сыртқа беріп қойған, қалай айтсам, защитасы шығар, қорғаны. Солай керек емес адамдарға, енді керек емес сәттерде сол сөйлемей-ақ сол жұмыс істеп тұрсын деген сияқты. Мүмкін солай шығар деп қабылдаймын. 6-7 жыл бұрын Санта-Барбара фильмінде басты рөлдердің бірінде сомдаған бір актер осы біздің Алматыға жас сахна Байтен Омаров атындағы. Сол жаққа актерлармен, артистермен сұхбаттасуға, бір-бірімізден жаңағы опыт алмасуға келеді. Сол кезде мен сұрақ қойған болатын: сіздерде қалай шетелде, Америкада, Голливудта, мысалға жаңағы бір осындай қатал бейнедегі, орысша айтқанда отрицательный дейді ғой, сондай геройды ойнаған актер қайта-қайта осындай бір рөлді ойнай бере ма? Әлде ауысып тұра ма деп.
енді мысалы мен шетелдіктерде көп киноларда байқаймын, бір кинода басқа образ ойнап тұрса, келесі кинода ол актермен жұмыс істейді, психологиясымен, сыртқы бейнесімен деген сияқты, оны уже параллельно ауысып, отрицательный емес, положительный рөлге ауыстырып жібереді. Сонда көрерменнің ойы уже ауысып тұрады да, міне не деген актер құбылмалы екен деген сияқты ой қалыптасады да. Ал менде өкінішке орай енді қазіргі жағдайда көбінде сол отрицательный герой ретінде қалыптасып кетті. Бір жағын ойлаймын, онда мен жастық шағымда кішкентай кезімнен бастап, кішкентай деген кезде енді осы ер азамат болып Алматыға көшіп оқуды оқып жүрген сәттен бастап шын өмірдегі бандит азамат ағаларымызбен өміріміз аралас болды. И солардың өмірінде көп нәрселерді көп байқайтынмын, көретінмін, мінездерін байқап отырасың. Одан менде бір қасиет бар, бірден көрген дүниемді орысша айтқанда копировать етіп аламын. Өзім емес, сол табиғатым сондай, дауысын, болмаса іс-қылығын, бір мінезім ба, сондай бір қасиет бар. Батысқа барсам батысша сөйлеп кетемін деген сияқты. өнер ғой. Сондай болу керек. Сөйтіп қабылдаймыз, өнер шығар мүмкін енді. Шығысқа барсам шығыстың тілінде сөйлеп кетемін, бір орыстың бір интеллектуалды адам көрсең, өзіммен өзім дәл сол сияқты интеллектуалды адам сияқты қабылдап, копировать етіп, оның ойындағы оймен менің ойым екеуі бір-біріне ұштасып қалады. Мүмкін содан боларды деп ойлаймын, енді бәрі сөйтіп қабылдап қалғаны. Рөлді сомдағансыз, маған қатты ұнады. Мен өзім де сеніп қалдым. Рахмет. Мен сізді Инстаграмда көбінесе асаба ретінде көрем. Керемет асаба ретінде көрем, тойды көп жүргізесіз. Актерлық кәсіби мамандығыңызға келсек, үнемі өзім ойлайтынмын, осы актерлар қалай актер болады? Бұлар кішкентай кезінен армандап осылай келе ма, немесе сіз қалай келдіңіз? Кездейсоқ келдіңіз ба? Кездейсоқ ештеңе болмайды ғой, енді бұл өмірде Құдай жаратқаннан басқа тағдырға жазған сәттен бастап адам сол өмірін өзі іздей бастайды ғой. Мен енді бұл актер жолға бір Алланың қалауымен келдім деп айтам. Кішкентайынан бір қатты ес жиған сәттен бастап бір актер болам деген бір арман ондай қатты болған жоқ. Себебі менің айналам деген ол менің әке шешем, туған туыс, дос бауырым деген сияқты өнерге қатысты көп адамдар болған жоқ. Өнермен қатты дос болған жоқ. Бірақ дей тұрған менде әр ауылда болатын ғой, енді алыстан ағайын келсе, кішкене бір өлең айтатын бір сондай бір қасиеті болса, бірден пештің үстіне шығарып қойып өлең айтқызып қоятын. Сондай қасиет болды. Кішкентайынан бастап ауыл мешітінде молдадан сабақ алып, әжем тілімді Құранға салып деген сияқты сөйтіп жүре бергенбіз. Балалар медресесінде оқып, сөйтіп өсіп келе жатқанбыз. Енді мен ойлағам өзім өмірде әлемдегі ең мықты бір Құран оқитын адам боламын деген сияқты ой болған менде. Кішкентайынан бәрімен молдеке деп айтатын. Кішкентайынан бір Құран оқытқанда біз бейіт басына алып кетеді. 10-15 адамның басына оқытады. Көршілері бар, туыстары бар. Сонда мен оқи берем. Ол кезде енді артық ешқандай жаман ой жоқ. Бірақ жақсы қабылдайсың оны. Сөйтіп уақыт өте келе 16-ға толып, мектеп кезінде бір-екі рет КВН ойнағаным бар, былай. Кішкене шустерлік қасиет болған. Оны өзімде білетінмін. Өйткені медреседе оқып жүрген кезде Қапшағай қаласында, ол кезде қазір Қонай, бұрын Қапшағай болатын. Мені қыздардың медресесіне тапсырады. Ол мектеп енді үйдің ішінде болатын, бірінші этажда. Өздері таңдап алған осы бала бізге медресеге керек деп. Сөйтіп енді өзіңіз ойлаңыз, енді бір аптада 6 күн өз үйіңде емес, қыздар медресесінде тұрасың. Таңертең кәдімгі ұйқыдан тұрып, азанды шақырып, олармен бірге намаз оқып, завтрак кешесінде мектепке таясың. Қанша жасыңызда? Так 5-ші класс болсақ, 5-6 класс болсақ, 9-10 жасым ғой, шамамен. Сөйтіп мектепке таясың, қайтып келе жатқан кезде балалық шалыспен қыздар кетіп баратса, жаңағы анан қарап жүгіріп артынан ұрып жіберейін ба деп өзімен сөйтіп сондай бір қасиет болатын, жүгіріп барып артынан ұрып қашасың. Сосын медресенің алдына келген кезде түк болмаған сияқты басына қайтадан тақиян киіп аласың, ішіне кіріп кетесің. Сондай бір балалық болды енді. Екі өмірдің ортасында жүретін, шынымды айтсам. Сонда сіздің ата-анаңыз қарсы болған жоқ медресеге? Сізге рұқсат беріп жіберді? Жоқ, ешкім қарсы болған жоқ. Мен бірінші бастапқы сәтте 6-шы сыныпқа дейін әжемнің жанында тұрдым, яғни әкемнің анасы. Одан кейін 4-ші сыныпты бітіргеннен кейін біз Қонай Қапшағай қаласына көшіп кеттік. Ол жақта менің анамның анасы тоже кірісіп, ортаға салып, жаңа баланы осындай жерге беру керек деп, тәрбиеме өздерінің атсалысып, нелердің көмектерін қосты. Солай кетіп бара жатқан. Дәл сол уақытта 10 сыныпты бітіргеннен кейін менің сыныптасым маған ұсыныс білдірді. Алматы қаласында өзіңіз тәмамдаған Жүсіпбек Елебеков атындағы Республикалық эстрада цирк колледжінің
окууга тапшырып кетип бара жатырмын дейді. Сен жүрсөчү менен бірге деді. Ол хореографияны биши бөлүмүнө тапсырууга бара жатыр. Ол кичкентайынан билген өзүнүн биши болотунун. Бизде ондай ой болгон жок. Мен 11 сынып пен 9 сыныптын ортасында калдым. 10 сыныпты битирдим. Жана усунсуз келгенден кийин жарайт кеттик дей салдым. Ол маған әншілікке тапсырып көр деді. Мен жарайды дедім. Бірақ әлі де актерский мамандық бар екенін білмеймін мен. Тек телевизордан көріп жүргенім пародия жанрындағы телеканалдағы болып жатқан КВН, жайдарман сияқты дүниелерді ғана білетін. Соларды актер деп ойлайтынмын. Яки болмаса жаңа тамаша, бауыржан шоу, сондай шоу театрларын көргенде осы актерство деп ойлайтынмын. Бірақ нақты оның түбірі астында театрдың фундаменті жатыр дегенді білмейтінмін. Сондай мамандықтың бар екенін білген жоқпын. Алматыға келдік, тапсырдық, класстасын, сыныптасын консультацияға кіріп кетті, мен астына тастап кетті. Мен енді ғана 16-ға толғам, куәлікті енді алғам. Ойда ештеңе жоқ, сосын эстрада вокалға тапсырсам бола ма? Бізде енді болмайды, өйткені себебі сен 11-ші класстың аттестаты жоқ сыныптың. 9-шы класстың сыныптың сенде қолыңда куәлігі бар екен, аттестаты. Актерскийға тапсырып көр деді. Жарайды, ойда ештеңе жоқ, аяларға барам, осы актерскийге тапсырсам бола ма деймін. Я, қолыма быландай бланка береді, ішінде не бар, қандай документтер бар. Жинап алып келді, жарайды. Соны құрбымды күтемін, жаңағы класстасымды, сыныптасымды. Шығады, шыққаннан кейін келесі документтердің бәрін жинап алып келіп актерскийға тапсырам. Тапсырғаннан кейін сабақ алу керек болды, консультация. 500 теңге беріп бір рет кірдім. Сол кезде Жанар Айжолова деген апайымыз, сол РЦК-да Жүсіпбек Елебектің актерскийдан балаларды оқуға түсуге дайындап жатты. Маған этюдтің не екенін, поэзияның не екенін, мысалдың не екенін, жалпы осы актер әлемінің не екенін кішігірім түсіндіріп берді. Бір рет кірдім, маған бәрін қолыма алып берді. Қасқыр боласың деді. Сол сәттен баса отрицательный герой болып тұрмын, кстати. Қасқыр боласың, қоянды қолап бара жатасың, қоян ініне кіріп келеді, сосын қоянды шығара алмай қаласың, жынданып қайтып келем деген сияқты белгі жасайсың да кетіп қаласың дейді. Сондай сияқты мысалдарды беріп, Көпен Әмірбектің Темір мен магниттің махаббаты деген Абай Құнанбаев атамыздың 11-ші қара сөзін маған жазып берді. Бірақ қайта консультацияға кіретін менде шама болмады ол кезде, ақша. Күнде сағат 8:30-9-да Жүсіпбек Елебек колледждің алдына келіп, бірақ консультацияға кірмеймін. Консультацияға қатысып жатқан ата-аналарды жинап аламын да соларға концерт беремін. Сөйтіп мен дайындалып жүрген сияқты болып көріндім. Сөйтіп маған айтты 400 бала тапсырады, соның ішіне 20-сы түседі деді. 10 грант, 10 платный деді. Жақсы дедім. Сөйтіп тапсырдым. Құдайдың қалауымен ойламаған жерден сол 400 баланың ішінен грантқа, платныйға түстім. Енді оқуға түстім деп мәз болып жүріп, ата-анама звондаймын, құтты болсын дейді. Болды, оқимыз деп келістік. Сөйтіп оқимыз деп келісіп жүрген кезде маған бір уақытта қайттан звондады. Колледжден шақыртып түсті, барам колледжге. В общем, бір жағдай болды. Не болды? Сен оқуға түспей қалдың деді. Қалай түспей қалдың? Бізде осындай жағдай бар. Сенің орныңды сатып алды деді. Қалай? Бір адамдар бар, сондай болып қалды деді. Не істеймін дедім. Жоқ, сен күт деді. 10 күннен кейін күт, сен түсу керексің сен бала деп сол кезде айтты. Сөйтіп күтем, хабар келмейді. Хабар келмегеннен кейін документімді алып қайттан кетіп қалам, өйткені қайтадан Қапшағайға барып 11-ші класста оқуға қатты желание болған жоқ. Желание болған жоқ, бір жағынан намыс жібермеді. Мен өйткені оқуға түсіп алдым, болды, мен келмеймін деп айтып кеткем. Енді қайттан басым салбырап барып тұрсам, мен екі сөйлеген сияқты болып көрінемін деп ойладым. Ол кезде оқуға түспесең бір кәдімгідей ұят болатын, ұят болып көрінетін, сондай болып көрінетін еді ғой өзі. Қазір енді нормальный явление шығар, ол білмеймін енді. Көбіне жастарда солай көрінеді. Мен үшін өзіме намыс болды, ұят болды, мен үшін қайттан басын салбырап барым келген жоқ. Сөйтіп не керек, Алматыны аралап жүріп, ешқай жаққа тапсырып үлгермедім. Жаңағы дизайнерский колледж дейді, оған үлгермедім, поварский колледж дейді, оған үлгермедім. Сөйтіп аралап жүріп, Алматыны алыстан бір абитуриент деген жазуды көріп, сол жаққа жүгіріп барып, ішіне кірсем, бәрі документ қабылдап жатыр екен. Бір жас қыз отыр, жақындап келдім. Документ тапсырсам бола ма дедім. Иә, бүгін соңғы күн болады деді. Қолыма документін тапсырып отырып, ол қызға өзімнің басымнан өткен жағдайларды айтып бердім. Осы оқуға түстім, соны оқуға түспей қалғандай болып шықты. Осындай жағдай болып кетіп қалды. Мен оқуға түсе алмай жүрмін. Кішкентай кезімде КВН ойнағанмын, активистпін, Құран оқимын деп айтып отыр едім. Ана қыз бүйтіп жалтаңдап көзбен қарап отырып, біздің осы мекеменің колледждің директоры сондай балаларды жақсы көреді, сен сол кісіге жіберейін ба деді. Жарайды, жіберіңізші дедім. Жібереді, кабинетіне барам, жаңағы әпкеміз отыр, ол кісіге де дәл солай айтып беремін. Ол кісі ертең сағат 11-де осыншасыншы кабинетке кел деді. Жақсы деп мақұлдап документін басып кетіп қалып. Ертеңінде адасып жүріп 11-де емес, түскі 12-де кірем жаңа кабинетке. Кірсем Алматының қалалық вайбы, әдемі алматылық қыздар, өз-өзіне қарап қалған алматылық балалар тест жазып отыр. Менде ойда ештеңе жоқ, жаңа шақырған адам құсап столдың үстінде тұрған тест алдым да апайға қарап, мне сказали деп, все, иди, тест алып алып, көзімді жұмып алып,
өтірік белгілеп отқан бүйтіп наугад. Мгм. 31-ден кейінше сұраққа келгенде жаңа директор кісі кіріп келіп көзімен қарап маған қарап қолымен бүйтеді да шық дейді ғой. Мен ойладым сен кешігіп қалдың, не істеп отырсың, уақытында келу керек деп айтып жатыр деп ойладым. Апай өтініш жазып берейінші десем, жоқ ымдап сөйлесіп отырмыз, ымдап қана. Мгм. Жарайды енді болмаса болмады деп нені тест алып тасисап шықтым. Менің кабинетіме сағат 3-те кел деді, бол, басқа ештеңе айтқан жоқ. Жарайды деп шығып кеттім. 2 сағат далада жүрдім. Магазинге барып бір сосиска тестемен максше алып алып, жер сызып, уақыт өткізіп, жаңа қарасам сағат 3 болып қапты. Кабинетіне бардым, апай сағат 3-те кел деп едіңіз ғой деп. Сені ұмытып кеттім ғой. Бала құтты болсын, сен оқуға түстің деді. Мен сен активный бала екен көрініп тұр. Мен ертең мекемеде осындай КВН команда ашамын, сол жақта сен соның капитан командасы боласың, мен оң қолым боласың, көмектесесің маған, жүгіресің, осы өнер жағына жауап бересің деді. Общагаңа орналастырамын. Апай тұра тұрыңызшы. Қайда оқуға түстім мен дедім. Сен білмейсің бе әлі? Білмеймін апай дедім. Енді кеше ғана келдім, кірдім, осында түсінбей жатырмын деймін да. Сен нархозға түстің, финансист бөліміне түстің деді. Финансист деген не апай? Финансист деген не қыласың, ертең бай боласың, қоя сал осы жерден деді. Болды апай дедім. Ертең осында студенческий билетке бір ақша алып кел деді. Есімде жоқ, 2800 ба бірдеңе теңге. Жақсы деп бақылдап кетіп, ертеңінде қолыма ақшамды салып, жолда келе жатсам, маған телефонға шар етіп смс сообщение келеді. Сөйтіп сообщениені ашсам, бір кісі звонда деп жатыр екен. Мен сестрам, туған әпкем. Сол кісіге хабарласам, алло, бұл кім? Бұл осындай апай, сен кімсің? Мен Диаспын. Сен ана актерская келген баласың ба? Сол баламын деймін. Сен қайда жүрсің? Мен саған документіңді алма деп едім, неге кетіп қалдың дейді. Апай, өзіңіз 10 күн деп айттыңыз, күттім, хабар болмады. Маған ары қарай оқуға түсу керек болды. Сен актер болғың келмей ме еді? Вроде түскен кезде болғым келген сияқты болған. Иә, өздеріңіз айттыңыздар ғой түспедім деп. Кейін артынан түспей қалдың дедім. Одан кейін өзімде түсіп ұқпай қалдым. Енді кішкентай бала не ұқсын? Мен қазір оқуға түсіп алдым, сол жаққа кетіп бара жатырмын. Актер болғым келмей ме деймін. Келеді дедім. Онда документіңді сағат 6-ға дейін алып кел деді. Сентябрьда оқудың басталуына сол кезде бір аптадай уақыт қалған болу керек примерно. Шамасы. Жаңа колледждің ішіне кіріп, апайымызға мақұлдап, апай, кешірім сұраймын. Бір жағдай болып тұр. Не болды? Көңіл күйің жоқ, айтсайшы деді. Апай, сізге айтып едім ғой, сондай оқуға түстім деп. Сол оны шығарып жіберді. Одан сізге келдім деп. Енді шынын айтайын, маған ар жақтан грантқа шақырып жатыр, сол жаққа кетсем бола ма деймін. Анасам дәл грантқа емес, ақылы бөлімге шақырып жатыр мені. Балам деді, мен білмеймін не екен, ішімде бірдеңе ұстап тұрды, сені оқуға түсіру керек, түсірмесем, сол мен бір кешірілмейтін зат сияқты болып арқамда тұрды, мен сол міндетті орындадым деді. Егер шақырып жатса, ол онда менің ішімдегі міндетімнің орындалғаны. Кеше ғана мына документті өткізейін деп жатқам отдел кадрға. Міне қолымда тұр, бүгін өткізем деп ойлағам дейді. Бүгін онда сенің қолыңа беру керек болды ғой дейді. Балам ба, жүгір бар дейді. Документті аламын да таям. Енді жаңағы колледжде іздеймін ғой. Өйткені ұмытып қалдым. Ол кезде телефон жоқ, тугис жоқ, карта жоқ. Өнерге деген махаббат қой, иә, үлкен махаббат. Сол Алланың жетелеп келгені, жастықпен жүректе мүмкін сол тазалық болған шығар. Өнерге деген сіз айтып отқандай махаббат болған шығар. Бірақ мен өтірік айтып қазір, мен өнерге деген құлшынып тұрған адаммын, махаббатым деп айта алмаймын. Өйткені әлі толықтай түбіне жеткен жоқпын Раузахан, сол себептен. Иә, бірақ қараңызшы, әрекетіңізге қарасақ, сізге тегін оқу ол кісі беріп тұр. Сіз тегін оқудан бас тартып, мына ақылы түрде оқуға. Ол тегін деп айта алмаймын, ол жақта тегін емес. Ол жақта да платный болды. Бірақ ар жақтан қарағанда сәл бағасы төменірек болды. Өйткені ол кісі айтты, енді әрине ар жақтан қарағанда ондай қымбат болмайды, арзанырақ болады деді. Келесі жыл жақсы болып кетіп жатса, грантқа ауыстырып көруге көмектесемін деді. Сондай ұсыныс айтқан болатын. Менің ішімде ол мәселе дүние немесе ақша немесе басқа бірдеңе болған жоқ. Мен бір түйсік болды. Не үшін алып бара жатырсың деген Раббымызға деген сондай түйсіктің сұрақ деп айтсам болады, бекер емес шығар деп. Сөйтіп барып, документін тапсырып, 3-4-5 күннен кейін сентябрьдің 1-нен бастап актерскийға оқуға түсіп, міне қазір 16 жыл бас бәйгенің ортасында шауып келеміз. Бәрі айтады ғой, бір жапырақ Алланың қалауынсыз түспейді жерге дейді. Дәл өзі. Сол жүрегіңіздің, сіздің түпкі жүрегіңіздің, Диастың қалауын Алла тағала орындап тұр ғой. Осы 1 жыл бұрын Перизат құрбымның туған күнінде сізбен караокеда сізбен туған күнде таныстым. Перизат деген 60 журналист, актриса, әнші ортақ құрбымыз бар, Рауза ханыммен бірге. Сол кісі туған күн жасаған болатын. Ал туған күнде енді осы өнерге қатысты үлкен әпкелеріміз бар, құрдас замандастарыңыз бар, сол кісілер бәрін жиналған болатын. Сол жақта таныстық. Өнер адамдарының бәрі көбінесе туған күндерін, жақсы бір қуаныштарын сол караокеға жасап жатады. Атап өтеді. Сол кезде 1 жыл бұрын сізбен танысқан кезде керемет бір ән орындадыңыз, иә? Ол қандай ән? Шетелдің бір әнін орындадыңыз, қай тілде білмеймін. Бірақ та мен сол кезде
қатты таңғалғаным бар. Мә, Диасты тек қана актер деп жүрсем, асаба деп жүрсем, Диастың осындай керемет дауысы бар екен ғой деп. Бірақ енді сіз өлең айтып болғанша мен видеоға түсіріп отырдым. Содан кейін үнемі ойланып жүретінмін. Осы Диас неге жеке өзінің әндерін жазбайды, неге халыққа көрінбейді, неге дауысын халқына паш етпейді деген ылғи сондай үнемі ой жүретін. Неге? Оның да жазуы тағдырға жазған сәті өзі бір келіп туатын шығар. Мен қашып жүрген жоқпын ол өнерден. Жігітке жет өнерде аз деп, ол тек бір ер баласына айтылған жоқ деп ойлаймын, қазақ мақалы. Ол бүкіл адамзаттың баласына айтылған. Әрқайсының бойында бір қасиеттен емес, мыңдаған қасиет бар. Әр адам оны уақыты келгенде аша бастайды. Абай атамыз болсын, бәлкім Жамбыл атамыз болсын, қайбір аталарымыз осы күнге дейін бірден аспаннан салбырап түскен жоқ қой. Сол өз уақытымен келе жатқан болу керек. Әйтпесе мен де ішімнен сол оқуға түскеннен бастап құлшынып келе жатыр. Мен бұл жолды да дамытам, ары қарай ашам деп. Әйтпесе бірден оқу бітіріп киноға түсіп кеткен жоқпыз, бірден оқу бітіріп той жүргізіп кеткен жоқпыз, бірден оқуға бітіріп жаңағы театр сахнасында бой көтеріп өнер көрсетіп кеткен жоқпыз. Бәрі бірте өз ретімен ақырын келе жатқан жайы бар. Амандық беріп жатса, қолдаушылар, енді өзіңіз білесіз, сізде сырада вокал бөлімін бітірдіңіз. Бір ән жазу деген мысалы қарапайым халық ойы қазір мысалы блогерға қарап, тиктокерға қарап, жалпы әнші дейікші, әнші болып кете салу оңай деп ойлайды. Бір ән жаздым, бітті, мен хит боламын деп. Неше түрлі өнер адамдары бар, мыңдаған өлең жазып жатыр, бірақ біреу атпай жатыр да оның. Бірақ ол Құдайдың жазғаны бір күні атады да. Бәлкім ол 2006 жыл жазған әні 2027-те хит болуы мүмкін шығар. Бірақ оған шыдам керек та, шыдам керек, төзім керек, сенім керек, тазалық керек, ниет керек. Мүмкін дәл сондай бір өзінің уақытын күтіп тұрған шығар. Сіз де қанша мысалы ән алып жатсыз. Ерке қызбың көздері қара, мың жұлдыздың ішінде дара, тек сені сүйген көңілді күймен. Бір әннің өзіне кемі дегенде 5-6-7 миллион ақша кетіресіз. Ауыл ақшаны сауадан алмайсыз ғой. Жұмыс істейсіз, еңбектенесіз, тер төгесіз. Және сол әнге қиясыз. Ал 3 минуттық әннің ары қарай тағдыры не болатынын сіз білмейсіз, оны бір Алла біледі деген сияқты. Менің де сондай бір күтім ойым бар. Әйтпесе қатар алып жүру оңай емес, қиын. Ізденем, көрем, анда барып көргім келеді, мында барып көргім келеді. Бірақ оның бәрібір артынан келіп дүниеге келіп тіреледі. Бірақ мен оны тек дүниеге тақап қоймаймын. Бір күні Аллам, бір күні Раббым соны басыма бұйырса, сахнаға шығып ән жағында көрсетерміз. Өйткені бір аранжировканың өзі, бір дауысын жазудың өзі, рилс, бейнебаян түсірудің өзі бір жоқ дегенде 10 миллион кетіп қалады. Бір әннің өзіне, сол үшін, иә. Тек қана қаражат па сонда? Деп те толық айтпаймыз, өйткені кейбір қазір уақытта енді телефонның, интернеттің, жасанды интеллекттің дамыған заманы болғаннан кейін кейбір адамдар тоқтатпай енді өзіне сол гештальтты орындағаннан кейін, мысалы TikTok арқылы, платформа арқылы, YouTube платформасы арқылы жай ғана қолына гитарасын алып, болмаса жай ғана бір ескі телефоннан бір минусты қосып қойып өлең айтып, сөйтіп те шығып кеткен адамдар бар. Бірақ енді оның басын сөйтіп жазып тұр да, оған солай ыңғайлы болып тұр. Менде өкінішке орай ондай реті түспеді солай істеуге. Қанша телефонмен дос болуға тырыстым, қанша басымды тығуға тырыстым, бірақ оған уақыт керек екен да. Бір телефонды құшақтап отыру үшін 10 сағат уақытын кетіресің, а мен 10 сағат уақытын телефонның ішінде емес, сыртқы басқа да жұмыстарға кетіп жатады да. Сондай жағдай ол тек дүние емес, бәрі уақыт келіп тіреледі. Бірақ енді нақты айтсам, бәрі көбінде ақшаға байланысты қазіргі уақытта. Мына студияның өзі сізге келіп, жай ғана келіп, Рауза осындай керемет проект ашып жатыр екенсіз, құтты болсын, келсеңізші бізге бір тегін 3-4 сағатқа түсіріп кетсеңізші деп сізге айтпайды ғой ешкім. Бәлкім бір күні мысалы сіздің де подписчигіңіз 15 миллионнан асады ғой. Немесе сіздің каналыңыз 20 миллионға жеткен кезде мүмкін сол кезде сондай ұсыныстар түсетін шығар. Рауза ханым, келіңіз, бізге келіңіз деп, өйткені оларға реклама керек та. Ол сондай жағдайда ғана жұмыс істейді. Бірақ оның бәрін жаңағы қайталап айтайын, бәрібір дүниенің артына келіп тірейміз. Қаражатқа келіп тірейсің бәрі. Бірақ та енді мен сіздің даусыңызды естіп ойладым. Мә, Диас деген неше түрлі байқауларға барсам, бас жүлде, бірінші орын болсын, барлық жүлделердің егері болатын еді. Осы Диасты тура осы эфирді пайдаланып айтып кетейін. Продюсерлерге айтып кеткім келеді. Егер де сіздер дайын проект іздеп жатсаңыздар, Диас керемет, дауысы 2-3 октаваны алатын, диапазоны керемет, дайын проект десем болады. Өйткені мен өзім куәмін Диастың керемет әнші екеніне. Сол үшін сол кезде отырып
сол туған күнде тілегенім бар. Диасқа бір 5-6 ән жазып, бейнебаяндар түсіріп, телеарналарға шықса, Диас енді дауысын халқына көрсету парызы ғой деп. Неге? Өйткені Алла тағала өнерді бекер бермейді ғой бізге. Осыны халқымен бөліссін, керемет дауысты әншілер үндемей қалып қалмаса деген тілек қой менде. Рахмет, Рауза ханым, ниетіңе рахмет. Өзіңіздің басыңызға да сол нәрсе жұғысты болсын. Шын тілеу болған адамның біреуді көре алмай, арттан сөйлеп, аяғынан тартқанша бетіне шын нұр себелеп, жүрегіндегі тазалығы сол адамның өмірінде 2 есе болсын деп тілеп жатқан тілеуіңіз өз басыңызға, өз ұрпағыңызға мың еселеп қайтсын. Рахмет. Рахмет. Осы кеше мен сіздің фильмдарыңызды YouTube каналынан қарағанда, көптеген фильмдарыңызды көріп, неше түрлі образда ойнағаныңызды, сомдағаныңызды көріп таңғалдым. Сол кезде өзім ойландым. Қалай ойлайсыз, сізге қай фильм атақ алып келді? Енді бір ауыз толтырып айтатын дүние әрине. Алла көпсінде астында көрмесін. Өз жасыма лайық сол Ордабызар 30-ға жуық кинофильмға түстім. Басқа адамдар сыртынан қарап отырсам, жай ғана көресің енді телевизорға жай ғана биткенге қатты қуанады екен да. Мен де әрине қуанам, ол кинофильмдерде бас көтеріп, біраз продюсерлар, кастинг директорлар, режиссерлар, өзімнің замандастарым мен коллегаларымның осындай маған қолдау білдіргеніне өте қатты қуанам. Бірақ бір қорқыныш болады да, бір кинофильм арқылы немесе бір ән арқылы қатты бой көтеріп кетіп, жан-жағыңдағы адамдардың Диас дей берсе, например, мысалы Диас адам өзі өзгеріп кеткен байқамай қалады да. Сондай бағытқа кетіп қалмас үшін жаңағы ондай нәрсе көп айтқым келмейді да, бір атақ деп ше. Жұлдыз ауруына шалдығып қалмайын деп па? Қорқынышты нәрсе да, өйткені адам байқамай қалады екен өзі. Өзі адам байқамай қалады қалай болып жатқанын. Құдай бір күні сап берген кезде адам байқамай қалады. Бірақ бәрібір де адамдар танып жатады. Бір актерде бір кинофильм паспорт болады, бір киносы. Бір актерде, бір әншіде бір кейде әні паспорты болады. Сол әнмен кете береді, тоқтатпайды. Менің өз жеке басымда адамдар кәдімгідей келіп жатады. Біреуі Казбат кинофильмінен таниды, біреуі Сакура Рауза фильмінен таниды, біреуі Бажа телесериалынан таниды, біреуі Роднойдан танып жатады, біреуі Құдаша қыздан таниды, біреуі Күйеу баладан таниды, біреуі 2017 жылы алғаш түскен қадам басып табалдырық аттаған Жаным менің деген шын оқиға негізінде түскен телесериалдан Балғараев рөлін сомдаған шын оқиға негізіндегі болған азаматтардың бірі. Сол рөлден танып жатады. Біреу Станция судьбыдан, біреу Акимнан танып жатады. Әркімнің өзінің есіне түскені, ойына салып, осы актер осындай кинода түсті емес пе деп жақындап жатады да. Сол себепті мен нақты біреу деп айта алмаймын. Бірақ әрине Рауза телефильмі ауқымды болды. Өйткені ол кинофильм өзінің көрерменін кәдімгідей жинап алды. Өйткені бәріміз сізді сол Рауза фильмінен, мен сізді Рауза фильмінен солай еске сақтап қалдым. Болды көбінде. Бір кішкене бір процентпен басымырақ болып тұрды. Көріп тұрсыз ба? Менің баламның өзі сізді Рауза фильмінен есіне сақтап алып. Өзіңіздің есіміңіз де Рауза, балаңыздың аты Диас екен. Ол да бір жай ғана емес шығар, мүмкін бір Алланың бұйрығы шығар, солай болу керек болып тұрған шығар. Дәл қазіргі уақытта көбінесе актерлық мамандықты көп адамдар десек те болады, кәдімгі кәсіп қылып алған. Неге? Өйткені мен өзім енді продюсер болмасам да қызымды, ұлымды шетелдерге шығарып, жаңағы қызымды вокал байқауларына шығарып, неше түрлі жаңағы гран-при, сондай бір 35 па сондай гран-при алып сөйтіп жүрген, енді ұйымдастырушы десем де болады. Организатор ғой. Тек қана өзімнің балаларымды. Сол кезде біз ол жерде фильмға да түсеміз. Көп фильмдарды, екі баламда көп фильмдарда актер ретінде, бой көтерген. Актер ретінде, басты рөлдерде, тіпті экшнда қызым бәріне ойнап, қазір рекламалар, неше түрлі жарнамаларға басты кейіпкер ретінде түсіп жүрді. Сол кезде көбінесе бізге ұсыныстар түсіп жатады. Келіңіздер кастингқа, бізден аяқта басты рөлдерге ұсынып жатады. Барсақ, өздерінің курстарын ұсынып жатады. Біз осындай курс ашып жатырық. Қазір сіздердің балаларыңыз осы жерде оқыса, 6 жастан 18 жасқа дейін осындай қаражат төлесеңіз, біз деген сіздердің балаларыңызды басты рөлдерге түсіреміз деген. Сол кезде мен қазір өзім ойланып, осы мамандықты кәсіби актерлардан ұрлау деп ойламайсыз ба? Ойлаймын. Сіздердің мамандықтарыңызды енді наяқта бәсекелестік болып тұр ғой,
бәсекелестік егер өнер ортасында болса, жаңағындай көбірек кинофильмдер түсіріліп, оған жақсы бөлінген қаражатты дұрыс жолға бағыттап, тек қана кинофильмдерде емес, театрға да бөлінген ақшаны дұрыс жолға жұмсап, качественный дүниелерді өте көп қой бізде жазып кеткен жазушылардың қалдырып кеткен іздері. Солармен бірге бір жаңа бағытта жұмыс істеп, егер бәсекелестік болса, оны таза бәсекелестік деп айтуға болады. Ал егер де орта жолдан кіріп, жаңағы айтып отқандай, на каждом шагу қазір телефоны бар адам бәрі актер ғой қазір. Өйткені себеп бір кез келген адам осындай студияға кіріп, өзінің жеке басына проект ашып, одан кейін ол проект арқылы басқа адамдарға сендіріп, одан үлкен ауқымды жоба ашып, сол жобаға біраз осындай хайпта жүрген адамдарды шақырса, олардың бәрінің жауаптары осы: мен актермын деп айтады, мен әншімін деп айтады да. Жоқ, қарсылық жоқ, актер бола бер, әнші бола бер. Бірақ өтініш, кіріп жатқан мамандыққа кішкене құрмет көрсетші. Сен қағазың болмаса да ең құрмағанда телефон ашық қой, сол телефоннан қарашы, бұл бағытта актер болу үшін не істеу керек адам. Актер деген адам ол бес аспап, ол мәдениеттің адамы. Қолдан келгенше халыққа жақсы нәрсені насихаттап, дұрыс нәрселерді жолдап, үндеу көрсетуді. Егер де осындай дүние бағытта істесе, мен қарсылығым жоқ. Әркім өзі біледі. Өйткені оған мен жауапты емеспін, жеке басқа. Мен біреудің тәрбиелі болып өсуіне мен жекемен жауап бере алмаймын. Мен септігін тигізуім мүмкін шығар, бірақ жауап бере алмаймын. Бірақ иә, рас айтқандай, актерский школалар, мектептер көп ашылып кетті. Маған жазып хабарласып жатады өзімнің туыстарымның, достарымның арасында. Міне осындай бір не кеп жатыр, баламды, қызымды қатты ұнатып қалды, бірақ артынан осындай 800 мың теңге сұрап жатыр. Осыны не істейміз дейді. Олар сен балаңды актер қылу үшін саған төлеу керек дейді. Сен қызыңа или балаңа талант деп тұрма, сол үшін сол өнеріне төлеу керек. Менің түсінігімде. Кішкентай оқымаған балаларда енді көп олқа түсіп жатқан кинофильмдерге өз еңбегімен барып түсіп жатқандар көп қазір. Қолынан жетелеп алып барып, мысалы Кевин Маккаллен нені ойнаған, Один домада ойнаған бала. Кішкентайынан миллионер болған бала ол бала мысалға. Ондай бағы жанып кететін балалар көп демесек те біршама бар ғой. Бірақ әр бұрыштағы баланы актер қыла беретін болсақ, бұл әлемде онда актер мамандығы деген аттың құдіреті де, күш қуаты да, салмағы да болмай қалады ғой, бәрі актер бола беретін болса. Таңдаулы адам ғана актер болады. Иә, актер болу үшін бірінші барып сол актер мамандығын оқу керек дейсіз ғой. Ол негізі міндетті. Негізі міндетті. Бірақ шетелдік кинофильмдерді көп өте қатты зерттейтін адам өз мамандығына құрмет көрсеткеннен кейін киноға түсу үшін алдын ала дайындалған. Бір күнде 8, 6, 5, 4 бір кезде жынданып кетсем, тоқтамай 3 күн бір сезонный сериалдар бар ғой, 7-8 сезондық. Сол сериалдарды қызығушылығым соншалықты көру үшін 3-4 күнде аяқтап тастайтын. Және соның ішінде ойнаған кино актерлардың өмірбаянын кейін зерттеймін. Олардың көбісі бірден дипломы бар, актер болып келген жоқ көбісі. Бірақ ішінде қандай талабы, таланты, өнерге деген махаббат болғаннан кейін артынан бірден оқып алған олар. Мәселен, сізге бір фильмге ойнайсыздар десе, сол қасыңызда сіз кәсіби актерсіз. Қасыңызда оқымаған, ешқандай тәжірибесі жоқ, бірақ бір актерді әкеп ойнатады. Сіз соған қарсы болар ма едіңіз? Жоқ, мен қарсы болғанмен де ештеңе бітіре алмаймын оған. Бізге әлі ондай дәрежеге, ондай деңгейге жеткен жоқ шығармыз. Ол біріншіден менің шешіміммен істеліп жатқан дүние емес. Ол продюсердің, режиссердің, сол жақтағы атсалысып жатқан кастингтің істеліп жатқан дүниесі болғаннан кейін мен қарсы шықпаймын, мен ойнаймын. Қалай бар, солай ойнаймын. Егер білмей жатса, кадр сыртында енді барынша оған да маған да ыңғайлы болатындай, чтобы ол сахнамызды аман есен алып шығу үшін атсалысуға көмектесуге тырысамын керісінше. Бірақ мынау кәсіби актер емес, мен ойнамаймын деп кетіп қалмайсыз, иә? Жоқ, ондай жоқ. Олай істей алмаймын. Ол да адам ғой ол. Ол да білмей келіп тұрған шығар бәркім да осы ситуацияға да. Айтып жібересің ғой, міне желательно бауырым, или там қарындасым, или там аға, или әпке, ренжімеңіз. Егер де сіз шынымен де бұл мамандыққа деген бірінші сұраймын, не үшін келдіңіз бұл мамандыққа деп. Жұлдыз болу үшін келдіңіз бе, жоқ әлде ішіңізде сондай бір ашылмай тұрған бір талаптың, бір таланттың ары ашылуына септігін іздеп келдіңіз бе деп сұраймын. Көбісі енді жұлдыз болу үшін деп айтып жатады. Жұлдыз болу үшін де оған тұрақты болу керек қой енді. Алла тағала жұлдыз болатын адамдарға ғана сол қасиетті береді, көтере алатын адамдарға. Жай ғана мысалы келтірсек, Димаш Құдайберген. Қандай жас болса да, бірақ Алла тағала бір ғасыр өмір сүрген адамның бір миындай, сондай сабырлық, сондай бір талап, сондай бір күш қуат, сондай мәдениеттілік, сондай тазалықты берген да.
ол соны дұрыс жолда қолдана береді. Артынан қанша қазбаласаң да ол адамның артынан бір мін таппай тұрасың. Ілейім солай бола берсін. Өнер адамы деген сондай болу керек деп ойлаймын. Бірақ адам болғаннан бәріміздің де плюс-минус қателіктеріміз болады. Бірақ ол адами өмірде де оны өнерге араластырмау керек, оны сахнаға араластырмау керек та. Сондай нәрсе. Диас актер болмағанда кім болар еді? Актер болмағанда мен негізі жаңағы айтқандай ғой, егер де сол бағытпен түбіне дейін кеткенде мүмкін сол жаңағы ең мықты Құран оқитын адам болып, мүмкін мешітте жүрер ме едім, бәлкім сондай болар ма едім. Бірақ уағыз айтып. Иә. Уағыз айтып деп айта алмаймын. Уағызшы деген ол басқа дүние ғой. Жоқ, өйткені ол кішкентай кезіңізде сізге ешкім үйреткен жоқ қой. Ол өзіңіздің сіздің жүрегіңіздің қалауы болды. Бірінші әжем себепкер болды, одан кейін ауыл молдасы, одан да сөйтіп кете берді ғой. Ілім беруші адамдар ғой. Ол қасиеттер өмірде көмектері тиді ғой. Өте қатты әлі тиіп келеді. Болашақта да тисе екен деп тілеймін. Ол жеке өзіңнің бір парызының біреуі ғой ол. Әр адамның 5 парызы бар, соның бір парызы ешкімге қатысы жоқ та. Жаңағы сіз орындайтын намазыңыз, сіз тұтатын оразаңыз маған қатысы жоқ та, ол өзіңіз үшін істейсіз дейді. Сол сияқты менің де өзім істеген нәрселерім өзіме қатысты не. Бәлкім сол бағытта кетер ме едім. Бірақ нақты қандай, оның ішінде де бағыттары бар ғой өзінің. Хадисші болады, Құран үйретуші болады, Құранды оқушы болады, азаншы болады да. Мүмкін сол бағыттың біреуінде болар ма едім. Егер сол бағытты жалғастырғанда деген ой келеді. Егер де актер болмағанда. Егер мамандықпен таңдайтын болсақ, онда мен не болғым келді андай? Археолог. Зерттеуші. Не зерттейтін едіңіз? Жер астында қалып қойған ата бабаларымыздың мұрасын. Сондай, ол өте әлі де қызығым, ол дүниеге. Әлі де қатты қызығым. Жер астындағы бұрынғы жануарлар болсын, өмір сүрген ата бабамыздың мұрасы болсын, одан да бөлек дүниелер бар тағы, солардың зерттеуші дүниесі ретінде қатты қызығушылық танытқан. Сіз тарихқа көп қызығасыз деген сөз ғой. Өйткені Мен өзімді мықты бір тарихшы ретінде санамаймын, бірақ өзіме ыңғайлы, өзіме жететін дүниелерді іздеп табамын. Өте қатты қызығамын. Керемет. Кейбір кезде біз мұңаятын кезімізде болады, сол кезде, кейбір кезде сіз мұңайып қалған кезде Диасты не шабыттандырады? Каждым разым қайындай бір қиындыққа түсіп қалсам, мен өз өмірімде шын оқиға негізінде түсірілген кинофильмдерді көргенді өте қатты жақсы көремін. Сондай бір қиыншылықтан шығып, осындай бір дәрежеге жеткені жайлы, адам жайлы бір кинофильмді көрсем, кішкене өзіме деген сенім қайттан көбейеді. Бір айтқанда заряд, энергия аламын. Содан шабыт аласыз. Кино көремін. Қатты бір сондай күйзеліске түссем, бүкіл бөлмені жауып тастаймын да, есікті құлыптап тастаймын да, өзім шемішкемді алып аламын да, киноларды таңдап дайындап қоямын өзі көп, мен платформамда сол киноларды көріп, содан бір өзіме сенім аламын, шабыт аламын. Осы уақытқа дейінгі түскен кинофильм болсын, өнердегі жүрген бағытым болсын, көп дүниені осы жерлерден алғам. Зерттеймін. Мысалға жай ғана бір қарапайым жаңа сіз айтып отқан ағылшынша ән, ол Джеймс Браунның әні да. I Feel Good деген ән. Джеймс Браунның өмірбаяны мүлдем адам ойына келмейтін орманның ішіндегі бір кішкентай ғана бір үйшіктің ішінде басталғанда, кішкентай ғана қара үйшік. Әкесінің жастайынан айырылған, шешесі өкінішке орай жақсы жұмыста болған жоқ. Дом элитных бабочек деген сияқты сондай ішінде өмір сүрген. Сондай басынан қасірет өткізген адам қазіргі таңда легендарный адам болып печатный болып қалған да, есімі. Сол сияқты да неге адамның істеп жатқанын басқа адам істей алмайды деген сұрақ қой. Ол оны алу үшін сол адамдар іздейді. Мен сол кино арқылы шабыт аламын, іздеймін соны. Және де Қазақстанда сол бағыт дамыса екен деген ниетім бар. Бизнесмендер көбейсін десек, жақсы бизнесмендер енді, жақсы жағынан. Онда сол бір мықты бір бизнесмен адамның өмірбаянын алып, соны зерттеп, сол кісі жайлы кітапты жазып, сценарий жазып, дұрыстап тұрып, жақсы режиссерға тапсырып, жақсы бір актерларды таңдап кәдімгідей ақша бөліп, сонда кинофильм түсіріп, бір жағынан ол бизнесменнің жайлы кино түсіріп, ол кассада да жақсы болса, және де басқа адамдардың өміріне өзгеруіне септігін тигізеді деген сияқты да. Дәл сол сияқты Димаш сияқты азаматтардың өмірбаянын қалай жеткені жайлы кино түсіруге болады. Одан сайын басқалардың шабыты ашылу үшін бір мықты тұлғалардың өмірбаяны деп айтқым келеді. Осы Марғұлан ағамыз айтып жатады ғой, Марғұлан Сейсенбаев ағамыз айтып жатады, егер де сен бір мамандықтың иесі болсаң, сол мамандықты қоймай ары қарай шабыттандырып өзіңді, сол мамандықты ары қарай соңына дейін жеткізсең, сен сол мамандықтың түбіне жетесің ғой, түбіне жетесің, ең бірінші боласың деп атады ғой. Қазақта өзі мақалда өзі айтып кеткен ғой, жігіттің өзі бір 4 махаббаты болу керек. Бірінші махаббаты мамандығы, екінші махаббаты жан жары,
үшіншісі қара шаңырағы, төртіншісі астындағы қай қалаған жеріңе жеткізетін ат парағы. Енді мамандық ол сені жалғыз өзіңді емес, сенің ұрпағыңды асырайтын дүние ол. Жан жарың ол сенің ұрпағыңмен бірге осы бірінші тапқан мамандығыңа иық тіресіп, көмектесіп, сенің жаныңда кететін адам. Қара шаңырақ ол сенің берекең, астыңдағы ат парағың, ол қазіргі тілде көлік қой, бұрынғы тілде енді ат жылқы болды. Сол көлігің ең басты жүріп сен аман есен жеткізетін жерге жеткізіп тұрса, осы төртеуінен қателеспесең өмірің жақсы болады деп ойлаймын. Дәл қазіргі сәттегі Диастың армандарын білгім келеді. Диас не армандайды екен деп. Арман тегін ғой. Мхм. Бірақ тегін екен деп оны да сыртқа айғайлап айта берудің керек жоқ екен. Неге? Жеке студиядан сырттық шақ мүмкін өзіңізге жеке бөлісіп дос ретінде, жақын адам ретінде айтуға болады шығар, өйткені ниеттес қабыл болу. Басқа сыртқы әлі орындалмаған дүниені болмай қалуына септігін тигізіп қою мүмкін деген сияқты ғой адамдарда. Сөз тиеді. Біреу былай болады, хайп болсын деп, бірдеңе болсын деп қазір адамдар айта береді ғой. Қас оны жасырам. Айтқым келмейді. Неге оны сұрап жатырмын? Өйткені енді сіз актер ретінде мүмкін сіз кино түсіргіңіз келетін шығар. Ол жағынан әрине. Ол жағынан адам ретінде өзімдікін жасырам. Ал маман ретінде әрине ол айтуға болады. Өйткені мен бір ғана мамандықты ұстамаймын. Актердің ішінде жаңа 5 аспап деп айтқан сияқты, ол әнші де бола алады, ол биші де бола алады, ол күйші де бола алады. Оған солай мамандық білмеймін, жаратылған ғой өзі. Мүмкін шәкірт тәрбиелегіңіз келетін шығар. Олай да болып келе жатыр. Ол көп нәрселерді мен шығара бермеймін ғой. Тойда жүрген кезде айтады да, мен сені бір актер ретінде танимын, бірақ мүлдем той жүретін әнші ретінде көрмеппін дейді. Мен айтамын, ол жаққа қатты бір бас бұрып кетпедім, өйткені бір бағытымды соңынан жеткізуге тырысатынмын. Екі кеменің басын сағар адам суға кетеді дейді ғой. Сол сияқты бір ақырындап жеткізіп алайын, ұстап алайын, сол кезде ауыз толтырып айтарым, міне мен әншімін, міне мен тамадамын деген сияқты, міне мен жүргізушімін, міне шоуменмін деген сияқты. Ал әзірге де соның ортасында аздап ақындық жазатыным бар, аздап. Соның ішінде кинорежиссер болғым келетіні бар, кино түсіргім келеді. Сондай мамандыққа түсіп шетел асқым келеді. Ол ондай жолда тәжірибе жинап жеткім келеді. Ондай жолда мақсаттар бар. Оны арманның ішіне қоссаға болады, бірақ көбінде мақсат сияқты, цель. Сөйтіп ойлаймын оны. Ол менің мақсатым, ол жаққа жетуім керек. Армандарыңыз сонымен айтпайсыз. Өкінішке орай айтамын. Диас, білесіз ба, мен осы мемлекетте 5-6 жыл болмадым. Сол кезде біз енді басқа мемлекетте, жаңағы айтып кеттім ғой, отбасылық жағдай болып, әкемді сояққа емге апарып, сояқта 5-6 жыл адаптация дейді ғой. 5-6 жыл менің де өзімнің сіз айтып кеткендей екінші мамандығым журналист, 15 жыл радиода, телеарнада тәжірибем бар. Сол кезде адаптация 5-6 жылда мен енді басқа мемлекетте қалып қалдым да. Әкем емде жатыр. Білесіз, жаңа айтып отырсыз, қаражатқа бәрі келіп тіреледі деп. Сол кезде мен былай ойлап қалдым. Мен мына басқа мемлекетте қазір өмір сүрейін деп жатырмын. Енді мен қалай өзімнің кәсібімді, өзімнің жаңағы мамандығымды осы мемлекетте қалай ары қарай жалғастырам. Бірақ мен тіл білем, түрік тілін толығымен білем. Бірақ та енді не істеймін, мен қалай ары қарай өмір сүрем деп, сояқта театр мамандығына мен оқуға түстім. Неге көп осы театр, кино жайлы сізге тапқыштап сұрап жатырмын, өйткені сол театр мамандығына оқуға түстім. Сол жерде 2-ші жыл оқып жатқан кезде біз осы ауылға, әкем қайтыс болып, ауылға қайтып кеттік. Енді мемлекетке оралдық, иә. Иманды болсын. Сол кезде өзім ойладым, осы мамандықты тамамдау үшін, актерлық мамандықты тамамдау үшін мен енді кәсіби маман болу үшін 4 жыл оқуым керек қой. Бірақ мен 2-ші жылы оқып жаттым. Сол кезде өзім ойладым, тек қана мен ғана жұмыс істемей, өйткені менің балаларым да жарнамаларға, неше түрлі байқауларға, біз енді неше түрлі гран-прилерді алып тастағаннан кейін, олар да актер болсын деп, оларды да театрға жұмысқа кіргізіп қойдым. Кішкентай кезінен неге түрік актерлар шебер деп ойласам, олар кішкентай кезінен 5 жасынан бастап театрда жұмыс істейді екен. Жаңа айтып кеткен, сіздің аттасыңыз Диас кішкентай кезінен 5 жасынан театрға жұмысқа кіріп, сояқта театрда ойнады. Неше түрлі рөлдерді сомдап, сол кезде мен өзім ойладым. Неге бізде Қазақстанда актерлар келіп
Түркияға өздерінің мамандықтарын шыңдамайды. Сізде ондай ой болмады ма? Болды. Мамандығымды Жақсы. шыңдайын, барып сол жақта басқа тілде фильмдерге түсейін деген. Әрине өте жақсы айтып жатсыз. Ол сіздің міне сырт көргендігіңізбен бөлісіп жатсыз ғой. Енді қазір айтсам ол бір ауыр болып естілуі мүмкін, бірақ ақиқат солай ол. Бізде оқуға көбінде осы бәрінің ойы Алматы қаласында 2-ақ мекеме бар оқуға түсетін. Бірі Жүргенов академиясы және оның колледжі болса, екінші Жүсіпбек Ілі атындағы республикалық статистика колледжі. Көп мамандырылған профессионалмын деп санайтын актерлар якобы осында оқу керек болды. Сосын сол жерде тоқтап қалады сол деңгейде. Қазір кейін шабыты ашылды Астанада. Кейін әр облыстарда осындай кішкентай бір өз өнер орталары бар да оқитын. Бірақ олармен көп адамдар санаспайды. Адам өсу үшін, мамандығын ары қарай шыңға жетелеп жеткізу үшін осындай дүниелер өте ауадай қажет. Яғни опыт алмасып тұру керек та. Бізде мысалы гастроль яки болмаса фестивальдар болған сәтте бұрын ең құрмағанда актерларды алдын ала бір 5 күнге 6 күнге фестивальға жіберетін. Сонда актерлар барған кезде жай ғана жарысып қайтпайды. Оның спектаклі 5-ші күні болатын болса, ол 4 күн бойы басқа облыстардан, басқа қалалардан келген актерлардың, театрдың өнерін, спектаклін көріп опыт алмасады да. Бәрі біткеннен кейін дискуссияға салса, соның бәрін кейін біткеннен кейін ары қарай жеке өзі өмірлік проблемаларын бірге қуанышпен ары тойлап жеткізеді да. Сонда адам бір үлкен багажбен қайтады. Қазір соңғы уақыттары өкінішке орай бізде фестивальдар көбейген болар, бірақ алдын ала бірінші орыннан 2, екінші орыннан 3, төртінші орыннан осындай деп бөліп қоя салады да, ешкім көңіліне қарамай жібере салады екен. Я орын болған жақсы ғой, өзіңдің бағаңды білесің ғой, бірақ бұлай емес қой. Қазір ақырын көбейіп келеді. Маңғыстау жақ өте керемет жасайды. Нұрмұхан Жантөрин атындағы музыкалық драма театрда мен 2 жыл қызмет атқарғам. Түрксойға сол уақытта Түрксоймен қатты танысқам, Түрксой әлемі не екен. Сол кезде Әзербайжаннан, Түркиядан, басқа мемлекеттерден басқа артистерді шақырып, Ираннан шақырып, сонда ирандықтар бізге келіп, қазақтарда сенде мынандай, сенде мынандай бар ма деп өздерінің эмоцияларын жеткізеді. А біз оларға керісінше қараймыз да, мынандай істеуге болады екен ғой деп, олардан бірдеңе аламыз да. Сондай дүниелер көбейген уақытта ғана біздің жаңағы сіз айтқандай ойымыз басқа шетелдерге баруға құлшынысымыз пайда болады. Бірақ тағы да қайталап айтамын, оның бәрі дүниеге келіп тіреледі. Қаражатқа. Иә, егер де сіз бір белгілі мекемеде жұмыс істейтін болсаңыз. Жеке басты адамдар бар, бәрін тастап нарта өкелдеп кетіп қалған адамдар бар. Оның ішінде мен Роман деген жігіт бар, актер. Мен сол жігітті айта аламын. Ол баяғыда өзі кетіп, сол жаққа шетелге барып, бірнеше жыл өмір сүріп, сол жақта шетел тілін енді прям 100%-ға меңгерген, ойы да, көзқарасы да, сөйлеген сөзі де, ұстауы да, бәрі уже шетелдің менталитетімен алып келген да, бірақ бәрібір де қазақ деп тұрады. Біз ол жігітті бір кинодан көре аламыз. Бизнес по-казахски в Америке деген Нұрлан Қойынбаев ағамыз түсірген кезде сол жігітті полицейский қылып па бір ойнатқан болатын. Сол кезде сол кісінің өнерімен танысқам. Сол кезде менде ары қарай сенім пайда болды. Тағы да қайталап айтамын, бағана кино көрген кезде адамда сенім пайда болады деген сияқты. Міне біздің қазақ Америкаға барып осында кино түсіріп жатыр, бірақ сол Америкада өмір сүріп, өзінің өмірін ары қарай дамытуға септігін іздеп жүрген адам бала қазақтың киносы арқылы қайттан Қазақстанға қайтып келеді. Мен не үшін қайтып келгенін білмеймін әрине, бірақ дей тұрғанмен де сондай бір себептермен мен көремін баруға болады деген сияқты сенім пайда болады да. Менде біраз ой болды. Түркияға, Стамбулға кеттім келеді. Мен мәңгілікке қалып қалу үшін емес, елімді сатып, жерімді сатып, мен сол жақта өмір сүремін, Қазақстанға қойдым деген мақсаттан емес. Иә, тек қана сол жақтан ілім алып қайту үшін, иә, тәжірибе алмасу үшін, иә. Оған қолдау керек. Неше түрлі ағалар болды. Ертең түссе 12-де сені шетелге жіберемін, давай дайындалайық деген ағалар болды. Бірақ ертеңінде жоқ болып кетеді бірден олар. Иә, мүмкін олар міндеттемес шығар. Бірақ словами не нужно было на ветер бросаться, просто воздухом кидаться деген сияқты да. Істеген келді ма, қолдап жіберу керек. Көп өнер адамдары қолдау іздейді. Болар баланың бетін қақпа белін бу дейді. Сондай да? Енді сол кезде менің өзімнің түйгенім айтып жатады ғой, көп бәленбай миллион ақшаға шетелден осы, енді Қазақстанда білесіз ғой, неше түрлі фильмдер түсіріліп жатыр. Экшн фильмдер да түсіріп тастады. Сол кезде шетелден актерларды алып жатады. Біздің актерлар, мен енді 6 жыл сояқтан оқыдым, білім алдым. Енді 6 жыл сояқта өмір сүрген кезде 2 жыл оқып білім алдым. Сол кезде актер мамандығында түсінгенім,
оларда күнделікті тәжірибе бар. Күнделікті бір фильмге ұсыныс келіп тұрады. Сол кезде ойлап жүрдім, біздің де Қазақстандың актерлары да осы жаққа келіп, енді мен ешқайсысын көрген жоқпын. 1-2 фильмдарын көрдім, шетелде бірге түсіріп жатқан біздің ағайындармен. Былай өздері тәжірибе ретінде ешкім барып жатқан жоқ деген бір ой келді да, қазір сол есіме түсіп сұрап жатқаным ғой. Неге шетелге шықпасқа осы мамандықпен, неге тәжірибе алмасқа деп. Біраз уақыттар бойы мақсат қылып жүрген дүниелердің бірі. Өзіңіз сыртынан былай түсініп қарасаңыз болады. Әрине бір жағынан бақ деп айтамыз оны. Екіншіден, ол баланың сол баққа жету үшін жасаған сенімділігі мен қайсарлығы. Ол Димаш Құдайберген Қазақстанда жүріп қанша көтеріле алмаса да, шетелге барып, міне Қытай әлеміне барып, қытайлардың әлемінде әлемге белгілі болатындай таланты ашылды да. Сол сияқты біздің де қазақтардың ортасында мыңдаған әлі де ашыла алмай жатқан актерлар бар. Мүмкін ұйымдастырушылар жоқ шығар соған. Бәлкім ол да болуы мүмкін. Неге өйткені айтып кеттім ғой жаңа, мен енді жоқ деп айтайыншы мен. Прям жоқ. Мен енді продюсер болмасам да, бірақ та айтып кеттім ғой жаңа, Ираданы кішкентай кезінен шетелдерге шығарып. Ирада қызыңыз, Ирада менің қызым. Ираданы кішкентай кезінен 5 жасынан Ахмет Жұбанов атындағы жаңағы мектепте оқып жүрді ғой. Сол кезден бастап мен шетелге әнші ретінде, өйткені ол ешкімде вокалда оқыған жоқ, бірақ әнші ретінде байқауларға барып жүрдім. Сол кезде жаңа сіз айтқандай, неше түрлі ұлттар, басқа мемлекеттер бір байқаудың өзінде 25 мемлекеттен келеді. Өзіңіз ойлаңызшы, 25 мемлекеттен тура Ираданың қатарындағы немесе Ирадандан үлкен өздері этаппен болып жатады ғой. Ал жаңағы 6 жастан 9 жасқа дейін, 9 жастан 15 жасқа дейін, 15 жастан 18 жасқа дейін деп этаптарға бөліп қояды. Сондай байқауларда біз көп қатыстық. Осы уақытқа айтып кеттім ғой жаңа, 35 гран-при біздің байқау марапатымыз бар. Сол кезде мен ойлаймын, неге біздің керемет әншілерімізді кішкентай жаңа Ирада сияқты кішкентай кезінен неге сондай шетелдерге байқауларға апармайды? Неге біздің актерларымызды шетелге шығармасқа? Өйткені олар білесіз ғой өзіңізде жанашырлар көп болу керек шығар. Сіз өз балаңызға деген жанкештілігіңіз бен махаббатыңыз және де оның талабы мен талантына сенгеннің арқасында осындай мәреге басыңызды қиып жатсыз да. Енді көп адамдар егерде қолдан келіп, енді ауқатты адамдар көп қой, енді жоққа шығармаймыз, істеп жатқандар да бар. Бірақ соның бәрі бір кішігірім қолға алысып, бір мүмкін сондай үйім ашылса, сондай жанкештілік, сондай талап, сондай бір ниет болса, көбейеді деп ойлаймын. Енді Қазақстан бір төменгі орында қалып қалды деп айтпаймын мен прям. Бірақ әлі де тездетіп өсіп кетуге бізде мүмкіндік көп. Біз соған келе жатырмыз. Соған кедергі не деп ойлайсыз? Тек қана ұйымдастырушылар аз дейсіз ба? Жоқ, олай емес. Мен білмеймін ол неге кедергі екенін, шынымды айтсам. Бұрын білетін сияқты да көрінетін, бірақ шынымды айтайын, мен білмеймін не үшін екенін. Қазір біреуден ештеңе көргім келіп тұрған жоқ та. Неге айтайын ба, оны сұрап жатырмын. Өйткені бізде көп байқаулар болады, СНГ бойынша керемет көптеген байқауларға қатыстық. Сол кезде көп балаларды, керемет дауысты балаларды жай ғана айтып жатады. Сен өтпедің, немесе бас жүлдені басқа біреулерге беріп жатады. Сағын сындырып ұстайды да. Даусың бүгін онша болмады деп сөйтіп көп кедергілерді айтып жатады. Оған куә сіздің Қазақстан даусына қатысыпсыз, Сол Қазақстан даусынан мен көріп, тағы да өте өкінішті деп қалдым ішімнен. Тура сіз айтқан сияқты сіздің орындаған даусыңызды шіркін шетелге апарса, сол жерден керемет те бас жүлде алар ма еді деген ішімнен әттеген ай деген сондай бір өкініш болды. Рахмет, Рауза ханым. Ол ойыңызбен толықтай қосыламын. Бірақ шынымен мынау кінәлі, мынау негіз бұлай болмайды деп шын уже айта беріп, ішімде уже сол нәрсені жеткізе беріп, ештеңе өзгермейтінін түсіндім да, содан кейін уже мән бермейтін болдым ол нәрсеге. Маған қызық емес, маған бәрібір. Солай болу керек болып тұр ғой онда. Олармен ары қарай өйтіп күресуге менде уақыт жоқ. Маған ары қарай жұмыс істеу керек. Маған ары қарай қимылдау керек. Оларға қазір деген көңілімді толтыра берсем, ренішімді айта берсем, ол бір жараның үстіне жаңа жара құйыла береді екен да, өсе береді екен.
сол себептен жай ғана Құдайға тапсырдым да оларды қалдырдым. Ол тек Қазақстанда емес, ол бүкіл әлемде бар ғой ондай нәрсе, дүние ше. Бірақ бізде қазақта аяқтан шалу өте көбірек. Өйткені өсіп келе жатқан баланың түсініп тұр, что бұл бала талантты екен да. Бірақ өкінішке орай өзінің баласы немесе бір танысының баласына сөз беріп қойды ол адам. Сол сөзді орындау керек, сол себептен амал жоқ, ана бала ұшып кетеді деген сияқты да. Бопты енді, солай болса солай болсын, оған ештеңе дей алмайсың ғой. Ертеңінен шығып деп қолынан ұстап алмағасың, оған ол дүниені ше, міне сен кінәлісің деп ұстап алмағасың, оған бетіңе жайдан жай жала жаба алмайсың да. Сол себептен солай болу керек болды, значит солай болады. Бірақ енді мойындайсыз ғой, өнер адамның сағын сындыратыны. Сындырады. Бірақ кейде сол сыну керек екен. Сақ сынса адам вдвойне жұмыс істейді да. Значит Алла тағала сөйтіп қалап тұр деп қабылдау керек онда. Болды. Сен бұл жерде ештеңе бітірмейсің. Сен бұл жақта уақыт кетіресің деп тұр да. Мен саған одан да үлкен бір жақсы басыңа бақ болғанын қалап тұрмын. Сол баққа жету үшін сен мойныңнан осындай бір ауыр қиыншылықты өткізу керексің. Сол кезде сол ішіңдегі қабілетің одан сайын ашылады деген сондай бір ой тұр да ол жерде. Мен сөйтіп қабылдаймын. Немесе керісінше болуы мүмкін еді, иә? Немесе керісінше болды, бітті. Иә, сол байқауда мүмкін сіз керемет, жұлдыз керемет, екінші айттым ғой. Екінші мамандығыңызды неге әнші ретінде алмадыңыз дедім. Немесе сіз керемет Қазақстанға әйгілі әнші болып сол жобада танылып кететін. Бәлкім олай да болар. Менде өйткені сол кезде сондай ой болды. Мен тек бір бағытта өлең айтқым келген жоқ. 3-4-5 бағыт, 5-6 бағытта әннің ішінде де бөлінеді ғой енді жанрлары. Сольный әнші, эстрадный әнші болып, халық дәстүрлі әнші болып, соның бәрін эксперимент жасап көргім келді. Әр турда. Сөйтіп өзім ойыммен ойлап қойдым. Бірақ мен ол жақта ондай дүние болады деп мен ойлаған жоқпын. Бір күннің ішінде 50 5000 адамнан 120 адам өтті деп естідік. Сол 5 күнге бөлінді. Бірінші күні 3 адам өтіпті, екінші күні мен қатыстым. 21 адамнан жалғыз өзім өтпей қалыппын, 20 адам өтіп кетті. Ары қарай сөйтіп кете берді, мен уже ары қарай желание болған жоқ қатысуға. Неге бұндай сұрақтар қойып жатырмын? Мен кішкентай кезімнен осы әнші болайын деп армандағаннан кейін көбінесе қызымды кішкентай кезінен шетелдерге, айтып кеттім ғой, байқауларға апардым. Сол кезде шетелде балаларды қалай көтеретін, шетелде балаларды қалай қолдайды. Кішкентай қыз болып тұрып, талабын көрсетіп, сахнада өзінің өнерін паш еткен адамдарды қалай қолдайтынын көріп, мен тек қана осы шетелге ғана апаруды ұйғардым. Сол үшін ғой жаңа айтып жатқаным, сіздің даусыңызбен шетелге шықсаңыз, сіз білесіз ба, керемет деген марапаттардың иесі болып, керемет деген неше түрлі жүлделерге ие болатын едіңіз. Сол үшін сізге болашақта тек қана осы СНГ-ның деңгейінде қалып қоймай, сіз сияқты актерлар шетелге шығып, тәжірибемен алмаса екен деген бір тілегім бар, соны айтайын дегенім ғой. Қабыл болсын, дилеймін. Асығыс емессіз, бірақ асығу керек. Дұрыс, ол күнге жету керек. Әрекетін жасап жатырмыз, Құдай қаласа ол күнге де жетіп қаламыз. Енді маған тілеп жатқан тілек өз балаларыңыздың, өз жеке басыңыздың басына келіп, Құдай қаласа бір қазақтың етін, бір қазақтың жерін бөлісіп отқаннан кейін ертең сол қуаныш сәттерде бір дастарханның басын бөлісіп отыратын, осы қуаныштары осы қуаныштарда тілек айтып, одан ары дамуына жақсы күндерді жолығуды сізбен бізге Құдай нәсіп етсін. Осы бүгін беріп жатқан, ашып жатқан, осы міне қадам басып келе жатқан Аман Лайф деген осы өзіңіздің жеке басыңызбен құрап, нар тәуекел жетем деп, жеткізем деп жеткізіп жатқан подкастыңыз, бағдарламаңыз өзінің жолын таба берсін. Әумин. Өте жақсы. Диас, қазір енді соңғы сұрағым бар. Бұл сұрақтарға тез жауап беру керек. Ол жерде ойланбай жауап бересіз. Сонысымен қызық шығар. Хорошо. Голливуд па әлде қазақ киносы ма? Екеуі де. Бай болу ма әлде танымал болу ма? Бай болу. Романтикалық фильм ба әлде экшен ба? Романтикалық. Режиссер болу ма, актер болу ма? Екеуі де. Бір дубльмен түсіру ұнай ма, немесе сізге 10 дубльмен түсіру ұнай ма? Әр кезде әрқалай. Диас, осындай ашық сұхбатқа келіскеніңізге
рахмет дегім келеді, өйткені сіздің уақытыңыз жоқ, сіздің өзіңізді бір ай жүріп әрең дегенде Диас келесіз ба, бүгін келесіз ба, ертең келесіз ба деп әрең ұстадым. Соған тек қана сізге шығармашылық табыс тілегім келеді. Осындай керемет өнеріңізді халқыңызға, керемет даусыңызды халқыңызға көрсетіп, керемет байқаулардың жүлдегері болуыңызға тілектеспін шын жүректен. Болашақтағы сіздің артыңыздан ілесіп келе жатқан жасөспірімдерге тілегіңізді айтып кетсеңіз. Өсіп келе жатқан ұрпаққа айтатын тілегім, істеріңе адал болыңдар. Жан жақтарыңда сөйлеп жүрген сөзің мен істеп жатқан істеріңе мұқият болыңдар. Алдағы аға буынның бетін қақпай, іні бола біліп, өзіңіз ертең аға болғаннан кейін өйткені іні өсіресіз, сондай дәрежеге жетіңіздер. Одан кейін қайсарлық, табандылық, талаптылық деген дүниелерге қатты қарап, көп ізденіңдер, оқыңдар, қараңдар. Және де өзіңіз ойлаған мақсатыңызға жетпей қалам деп қорықпаңдар. Егер қорықпай, бір Құдайға тапсырып соған әрекет қылсаңыздар, соған жетесіздер. Бүгін дәл сондай бейненің авторын көріп отырмын. Міне қанша уақыт сыртта жүріп, жеке басында өмірінде отбасылық тұрғыда немесе өнер тұрғысында қанша қиыншылық болса да, соған қарамастан бүгін ән жазып отырған, неше түрлі әндерге қазір міне бас көтеріп 2-3 әніңіз шығып жатыр, артынан да тағы да 5-6 әніңіз шығайын деп жатыр. Сондай әндерге жеткеніңіз, болашақта енді продюсер болмасам да 2 балаға продюсерлік дүние жасап жатқаныңыз, еңбегіңіз, міне бүгінде өзіңіздің жеке бағдарламаңызды ашып жатқаныңыз, ол да осы қайсарлық пен табандылықтың, қорықпай сенімділіктің белгісі деп сенемін. Рахмет. Сіздің де жолыңызды жастарға бере берсін. Рахмет, құрметті Рауза ханым. Рахмет, Алла разы болсын. Тек қана енді сізге айтатыным, бізді ұмытпай, подкастымызға осылай қонақ болып келіңіз. Бұйырса. Достарыңызбен келіңіз. Бұйырса. Әрқашан біздің есігіміз сіз үшін ашық. Болды. Тағы да рахмет сұхбатымызға, біздің көрермендерімізге ашық, өзіңіздің көңіліңізді менің ашық сұрақтарыма шын ниетіңізбен жауап беріп жатқаныңызға. Ардақты ағайын, осымен подкастымыз тамам. Егер де сіздерге ұнап жатса, лүпілдеріңізді аямай, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, өйткені сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Диас мырзаға рахмет, осылай келіп бізді қуантып жатқанына. Сау саламатта болыңыздар.